басында ойлағым, мыналар ден сау емес шығар деп. Бизнес басталғалы 1.257.000 теңге пайда түсірдім да өзіме. Күмәнданады да адамдар. Мынау қазақ қой, жасай ала ма, жасаймай ма? Осы табысқа жеткеніме сол ағайдың кейбір сөгіс сөздер әсер етті деп айтамын да. Бизнес бастауды мен ютубтан көрдім. Сөйтіп, неге мыналар секіріп жүр? Өз бір жағынан қызық болды да. Өзім техника маманы болғандықтан секіруден алыспын да. Сөйтіп, түсінем да, егер секіріп күйлесен, онда сен ұялшақ емессің. Егер ұялшақ болмасаң, онда сен кәсіпке жақынсың деп түсінем да. Не үшін? Егер ұялмасаң, кез келген адаммен сөйлесіп кетесің, танысып кетесің, ол саған я поставщик болады, я сенің клиентің болады, әйтеуір бір пайдаң түсіп қалады деген дейді. Сол үшін мен бизнес бастауда билеп секіргенді, ұялмауды қолдаймын да. Басында ойлағым, мыналар ден сау емес шығар деп. Енді өзім жайлы айтайын, бизнес бастауда не байқадым? О жақта салт дәстүр бар, hard skill бар және soft skill бар. Маған көмектескен, өте қатты көмектескен ол soft skill. Skill деген қабілет деген сөз ғой, жұмсақ қабілет. Мен бизнес басталғалы 1.257.000 теңге пайда түсірдім да өзіме. Қазір жылдың аяғына дейін бір мекемемен келісім шартқа отырып отырмын. Олар проектіні, техзаданиясын жазып, маған 4.600.000-ға жұмыс беріп отыр да. Мен оны осы жылдың аяғына дейін бітіру керекпін. Менің салам 1С, мен техника маман, программистпін. Одан кейін бір байқағаным осы программист болып жұмыс істеп күмәнданады да адамдар. Мынау қазақ қой, жасай ала ма, жасаймай ма? Көбінесе техника мамандары, программистер орыс, я кәріс, я болмаса басқа ұлт ше. Айтайын дегенде, қазақтар техника балалардың өсіп келе жатыр ғой. Сол программированияға, робототехникаға берген дұрыс ше. Біздікілер, сіз айтқандай, спортқа береді, болмаса футболға, андай-мұндайға, болмайтын нәрсеге береді ше. Өзім политехті бітірдім, сол үшін мен дипломым қатты қағаз емес, маған көмектесті. 4 жыл білім алғаным кәдімгідей жемісін беріп отыр. Қазір контактілерімді ашып қарасам, ылғи орыстардың аттары ше, Павел, Алексей, Александр, сондайлар ше, қазақтармен аз сөйлесем де. Одан кейін қазақша тіл жайлы ше, мен бір нәрсе байқадым. Бағана біз айтып отырып қой, орыспен орысша сөйлесеміз, дұрыс емес ше. Мен бір күні Starbucks деген кафеге бардым, сөйтіп о жақта орыстың қызы екен. Мен негізі кішкене байқаған жоқпын ше, қазақша айттым, осындай, ол түсінді. Сөйтіп маған жауап берді, қандай кофе, бір нәрсе не құю керек, атыңыз кім дегендей ше. Қарапайым қазақша сөздерді олар біледі. Сол үшін қазақша сөйлесу керек те олармен. Ертеңгі күні бәрібір орыс тілі бірте жойылып отыр ғой. Өзіміз қазақша сөйлесіп, өзіміз оларды итермелеу керекпіз. Әйтпесе орысша сөйлесек, я болмаса акцентпен сөйлесеміз, я болмаса кейбір сөздерді айта алмай қаламыз. Сөйлескенімізде бір қобалжу байқалады да. Олар өздерін жоғары санайды да, біз кішкене оларға подстраиваться етеміз да, и өзіміз төмен санаймыз. Сондай болмас үшін ұялмай қызармай кәдімгідей қазақша тілде сөйлескен дұрыс. Қайырлы күн қандастар. Дәл қазір нөміріңізді қалдырсаңыз, сіздің салаңызды дамытуға арналған маркетингтің соңғы топ 10 құралдарын береміз. Одан кейін тағы да бір айтатын нәрсем, кәсіпте мен әйел адамды көп байқап отырмын да, ол дұрыс. Мен басында мынандай қағиданы ұстанатын, ер адам жұмыс істеу керек, әйел адам үйде болу керек. Мен жақын досым бар, Ғани деген. Ол өзінің әйелін оқуға түсірді, екінші оқуға түсірді, бухгалтерлік. Сөйтіп мен сұрадым ба, қайтесің, әйел адам ғой, сен өзінше крутой болып жүрсей, әйел адам үй орында деп, ол маған мынандай нәрсені айтты да. Мен білмеймін дейді да, ертең не болатын, мүмкін мен аяқ астынан жоқ болып кетем, мүмкін тағы да бір нәрсе болып қалады. Сол үшін әйелім ешкімге байланып тәуелді болып қалмас үшін мен әйелімді былайша айтқанда прокачивать етіп отырмын, дамытып отырмын. Сол үшін қуанышты да әйелдер кәсіпте болған. Соны ұстанып, мен өзім әйеліме кәсіпті ашып бердім де, ол әйелдердің сумкаларын Германиядан сатып, сөйтіп өзінше бір бизнес жасап отыр. Одан кейін офлайн және онлайн сабақтары жайлы ше.
онлайнда және офлайнда бәрібір екі түрлі нәрседе. Қазір айтарымда, егер егер онлайндықтар мүмкіндік болса, офлайнға келуге сол келген дұрыс ше. Себебі телевизор арқылы көрген және 3D көрген екеуі екі түрлі дүние. Телевизор арқылы біз камераның ғана көрінісін байқаймыз, ал офлайнда біз адамдардың жүрістің, ағайдың қалай секіріп билеп отқанын, қалай сөзін, сол офлайн арқылы намысымызды қайрап жібереді кейде. Сендер бүйтпейсіңдер, сендер сөйтпейсіңдер. Кезінде Алаш ардақтылар өстіді, бұлай жасады. Осы табысқа жеткеніме сол ағайдың кейбір сөгіс сөздер әсер етті деп айтамын да. Нақты қай сөз екенін айта алмаймын да, бірақ ағай әбден қайрап тастады да мені. Мен ойладым, мен қазақпын, қазақ жеріндемін, неге мен кәсіп жасамаймын? Кәсіп жасаған адам баяғыда егер батыр жауынгер болса, қазір 21-ші ғасырда батыры кәсіпкер, себебі қол ұзын, біраз адамға, туысқанына болсын, болмаса мұқтаж адамға болсын, көмектесе алады. Осыны айтқым келді. Сізге, Ахметбек ағай, сізге алғысым шексіз да. Біраз адамның рухын көтердіңіз. Алаш ардақтылар арқылы, олардың жазған өлеңдері арқылы сөйтіп рухтың көтеріп жүрсіз. Джон Максвелл айтады ғой, лидер ол өзінің артынан адамдарды сүйрейтін адам емес, лидер өзінің артынан лидерлерді дамытатын адам. Сол үшін сіздің артыңыздан кейін 1000 лидер болатынына қуаныштымын.